Ассалаумалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркеліп бөлісуді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің арнаға тіркеліп бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Twitter және Facebook сияқты әлеуметтік медиа президент Трамптың жеке парақшасын жапқаннан кейін Трамптың заңгерлік командасы осы әлеуметтік медиаларды сотқа беруге дайындалып жатқанын хабарлады. Саясаткерлер әлеуметтік медиалардың бұл әрекетін ақш-ты диктатуралық мемлекетке айналып бара жатқанын меңзеді. Ал ақш-тағы негізгі бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік медиалардың тіркелу сандары күрт азаяды деп күтілуде. Кувер институтының медиа зерттеушісі және Вашингтондағы Investors Business Daily газетінің бұрынғы директоры Пол Спери 10 қаңтарда Трамптың заң командасы Twitterді және Facebook'ты сотқа беруге дайындалып жатыр. Өйткені ақш-тың әлеуметтік медиа алпауыттары Трампты сөз бостандығынан айыру үшін демократиялық шенеуніктермен ынтымақтастық жасады. Электрондық поштаны ойлап тапқан доктор Шива Аядурай Твиттерде: "Мен Трамптың 30 қазанда сот процесінде жеңіске жету үшін берген заңды стратегиямды ұстанғанына қуаныштымын" деп жазды. Соңғы 2 күнде Twitter, Facebook, Google, Apple сияқты әлеуметтік медиа платформалар және ірі технологиялық компаниялар Трамптың барлық жеке парақшаларын бұғаттады. Осы әрекеттері арқылы Трамптың үнін түбегейлі өшіруге бел буды. Бұған жауап ретінде ақш мемлекеттік хатшысы Помпео өзінің Twitterдегі жеке парақшасында "Адамның үнін өшіру қауіпті. Бұл американдықтардың стилі емес. Өкінішке орай, бұл солшылдардың жаңа стратегиясы емес. Олар көптеген жылдар бойы қарсыластарын басып жаншу үшін жұмыс істеп келеді. Біз оларға 75 миллион американдықтың дауысын өшіруге мүмкіндік бере алмаймыз. Бұл Қытай коммунистік партия емес". Колумбия университетіндегі профессор Джемил Джафер де өзінің Твиттерінде әлеуметтік медиа платформалары ешқашан қоғамдық сөз еркіндіктен күшті болған емес, ал қазір бәрі керісінше болды деді. Кейбір әлеуметтану мамандары мен ғалымдарда сөз сөйлеп, ақш-тың әлеуметтік медиа алпауыттары ақш-ты диктатуралық мемлекетке айналдырғаны үшін қазіргі әрекеттерін сынға алды. Кейбір заң мамандарының айтуынша, егер әлеуметтік платформалар Трамптың сөзіне тиым салғысы келсе, олар алдымен Трамптың нәсілдік араздықты қоздырғанын және басқа да қылмыстарды қоздырғанын анықтау керек екендігін айтып өтті. Алайда Трамптың сөзінен оның зорлық-зомбылықты қоздыратын ешқандай сөздер таба алмайды. Ал ақш-тың сот департаменті Трамптан ешқандай қылмыс әрекетін таппаған. Мұндай жағдайда ақш-тың бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік медиа платформалары, тіпті кейбір демократиялық саясаткерлер Трамп соттауға асығуда. Бұл шынымен де тым артық кетті. Twitter 8 қаңтарда Трамптың аккаунтын біржолата жауып тастады. Facebook пен Instagram'да Трамптың жеке парақшасын Байден таққа шығатын күніне дейін тоқтатылатынын жариялады. Кейіннен әлеуметтік медиа Twitch пен Snapchat ізіне түсіп, Трамптың жеке парақшасына тиым салды. Shopify Трамппен байланысты интернет дүкендердің күшін жойды, ал Reddit Трамптың кіші тобын жойды. Twitter Трампты және кейбір консерваторларды біржолата бұғаттағаннан кейін Трамптың көптеген жақтастары басқа әлеуметтік желі платформасы Parlerге ағылды. Соның салдарынан Apple Application Store дүкеніндегі ақысыз қосымшалардағы Parler жүктемелері жоғары деңгейге көтерілді. Трамп 8 қаңтар күні: "Біз басқа веб-сайттармен келіссөздер жүргіздік және жақын арада үлкен жаңалықтарды жариялаймыз. Сонымен қатар жақын арада өз платформамызды құру мүмкіндігін қарастырамыз" деп мәлімдеме жасады. Доктор Аядурай 10 қаңтар күні Twitterде: "Электрондық поштаны ойлап тапқан адам ретінде мен сізге үлкен технология компанияларды құртатын платформа ұсынамын, мен уәде беремін" деді. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.